Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай спицамен тоқылатын 6 ай мен 9 айға арналған шапка тоқитын боламыз. Ол үшін 90 ілмек ілеміз. Ілмек іліп аламыз спицаға. Сөйтіп, бір оң бір теріс қылып тоқитын боламыз. Резинка қылып тоқитын боламыз. Қырық қатар тоқып алдық. Міне, бір оң бір теріс резинка тоқып алдық. Және де енді қысқартатын боламыз жоғары жағын. Енді 15 петлядан кейін қысқартамыз. Әр 15 петля тоқып болған соң қысқартатын боламыз.
Міне қысқартып болдық. Енді осыны жіп өткізіп шығатын боламыз. Крючокпен айналдырып, мына кішкене жіпті осындай айналдырып өткізіп шығатын боламыз. Міне жіпті осылай тартып, қатты тартып қойыңыздар, және де жіпті арғы бетіне өткізіп қоятын боламыз. Міне тоқып алдық, және де крючокпен құлақшынын тоқитын боламыз. Ол үшін 10 столбик без накида тоқимыз. Дәл шапка соба сияқты, содан көріп тоқсаңыздар болады, дәл солай тоқылады. 10 петля, одан кейінгі қатарда 9 петля тоқимыз. Сөйтіп қысқартып кете беретін боламыз. Сөйтіп 5 қатар тоқитын боламыз. Міне шапкамыз дайын болды. Міне шапка собаның менің каналымда бар. Соны көріп тоқсаңыздар болады. Өте оңай. Және де понтон қойып қойдым. Міне осындай.